Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Мен бүгінгі видеомды орхидея гүліме арнадым. Яғни нақтырақ айтатын болсам, орхидея гүлімді осыдан бір ай бұрын видеоға түсіріп каналыма салған болатынмын. Ол кезде мынандай қауыздар жарып, енді осындай біреу ашылайын деп тұрған, қалғандары өте ұсақ болып тұрған. Сол гүлдерімнің үй жағдайында міне қалай гүлдеп келе жатыр, соның барысын көрсетем деп сондай видео салған болатынмын. Енді келесі видеомды осы орхидея гүлдерім гүлдеп тұрған кезде бір салып қояйын деп, кейіннен жаңағындай сол гүлдейін деп тұр еді ғой, әрі қарай қалай болды, гүлдеді ма, одан кейін видео салмадың ғой деген сияқты жаңағындай сұрақтар тумасын деп, сол әрі қарай қалай өскенін, міне шынымен де үй жағдайында өстіп гүлдері ашылып, осылай болып орхидея гүлінің өсетіндігін айтып, осы видеоны түсіріп отырмын. Міне көрдіңіздер ме? Үй жағдайында да өте әдемі болып гүлдеп тұр. Негізі былай қазір видеоға түсіріп қарап тұрмын ғой. Былай вживую дейді ғой. Осы сәтте, осы жерде көріп тұрғаным өте әдемі сондай. Ал мына жерде видео сондай эффект дейді ғой, соны бермей тұр. Енді бірақ мұны көрініп тұр ғой, сонда да түрі де, түсі қандай әдемі, гүлдері қандай әдемі екені. Міне осылай менің өзімді қуантып, осы гүлдің өсіп тұрғанына бір ай болды, осылай гүлдеп тұрғанына. Бұл видеода көрсеткім келгені біріншіден әрі қарай жаңа қауыз жарды ма, одан кейін қанша гүлдеп тұр деген сияқты сондай бір мақсатта болса, екінші мақсат соның ұзақтығын, гүлдеуінің ұзақтығы, қанша уақыт орхидея гүлі ұзақ гүлдеп тұрады екенін бір көрсетіп қояйын деп. Өйткені осының алдындағы видеоны мен түсірген кезде бір ай бұрын түсірген болатынмын. Сонда міне осындай болып тұрған қауызы сол бір күннен кейін ашыла бастады. Сонда нақты бір ай гүлдеп тұр. Бір ай гүлдеп тұр. Енді бір айдан асып және қанша уақытқа дейін тұратындығын келесі видеоларда көретін боламыз. Келесі видео болғанда бір әйтеуір лепесток дейміз ғой, осылары құлап бір сондай күйге түсіп атқан кезде бір видео түсіруге тырысамын. Сонда белгілі болатын болады. Менің қауыз жарып тұрған алдындағы видеоларым қанша уақыт бұрын жүктелді екен каналыма. Содан кейін жаңағы лепестоктарын лақтырып жатқан кезі, яғни гүлдерін түсіріп жатқан кезі қай кезге сәйкес келді екен, сол аралықты мысалы өздеріңіз қарап, сол видеоларға қарап есептеп көрулеріңізге болады, қаншалықты гүлдеп тұратын. Енді мен жорамалым бойынша жоқ дегенде бір 3 ай гүлдеп тұру керек негізі. Былтыр мен өзіме осы наурыз айында осы гүлді өзіме сыйлыққа наурызға алған болатынмын. Сол кезде осылай гүлдеп келген болатын. Міне содан бірінші рет үй жағдайында, сол жолы бірінші рет өзі гүлдеп келген. Үй жағдайында міне бірінші рет үйде гүлдеп тұр. Ал мен көргенім екінші рет гүлдеп тұр сонда. Осы гүлдің гүлдеуі. Міне қазіргі жағдайы керемет. Жаман емес, жақсы, өйткені гүлдеп әрі қарай дамып жатыр деген сөз. Жапырақтар ептеп міне салбыраңқы, кішкене жаңағы салбыраңқы болды, налары тіктеу, тығыздау, астыңғылары ептеп салбырап тұр. Салбырағанда бұрыннан да салбырап тұрады, бірақ дегенмен де ерелендеп, міне қатты не емес, қаттылығы бар, бірақ басындағындай қатты пластмасса сияқты болып тұрған жоқ. Дегенмен де күшін ептеп бөледі ғой, гүлдерге қарай бөледі. Ал мынау несін үшінші сабақ шығып келе жатқан, міне шығып келе жатыр сол беті, міне басында ептеген түйін бар.
ол да дамып шығып келе жатыр. Мына жалпы бүгінгі видеом осындай болды. Осы гүлімнің бір ай бойы гүлдеп тұрғанын бір көрсетіп қояйын дедім осылай. Мына анау сатып алып әкелген гүл 3 күн тұрады, 4 күн тұрады, әрі кетсе бір жұма тұрады. Сол 4-5 күн ғой. Одан кейін суын ауыстыру керек 2-3 күннен кейін. Ал мынау орхидея гүлі маған осы несімен ұнайды, осындай ұзақ гүлдеп тұруымен ұнайды. Күтімі жайлы айтып кететін болсам, күтімі ерекше ештеме құйып, дәрумен құйып, ештеме құймаймын. Сол суды бөтелкеге құйып, кранның суын бірден құймаймын. Біраз күн үйде ұстаймын, 2-3 күн ұстаймын. Үйдің температурасында тұрады. Соны осы орхидея гүліме, басқа гүлдерге де солай құямын. Енді кейіннен қосымша бір дәрумен беріп жатып, осы гүлдерге сондай болса, оны кейін айта жатамын қолданған кезде. Әзірге ештеме, үй гүлдеріме ештеме қосымша қолданып жатқан жоқпын. Бар күтімім сол суару қурап қалмасын деп болды. Қатты тікелей түсетін күннің көзіне қойып қоймау, өйткені дегенмен де жаңағыдай күйіп кетеді, сондай ықтималдық бар. Мынау айтып едім ғой өткенде, мына сондай қатты күйген кезде қалып қойған. Күннің көзінде тұрсын, жарық жерде деп қойып қойғанмын ғой терезенің алдына. Сол бет үйден шығып кетіп, біраз қалып қойған ғой. Келсем былжырап тұр екен жапырағы, әбден күнген еті қапты. Былжырап қапты. Сол осы жеріне қарай тиген ғой, күн көрдіңіз ба, шоғырланып. Бірақ жапырақ түсіп қалған жоқ, дегенмен де сондай ажук дейміз ғой, сондай болып қалды. Бірақ ол гүлдің гүлдеуіне, өсіп шығуына әрі қарай кедергісін тигізген жоқ. Назарларыңызға рахмет. Осы видео ұнап жатса, орхидея гүлін өсіру ойларыңызда болып жатса, сондай орхидея гүлін өсіруге деген құлшыныстарыңыз оянып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.